Сәлеметсіздер бе, асыл жанды арулар, әйелдер қауымы. Бүгін халықаралық 8 наурыз әйелдер күні мерекесі өте маңызды күн. Бұрындары қыз кезімізде қасымызда құрбыларымыз немесе әріптестер әдемі гүлдер, шоколад, кішігірім подаркалар алып жатқанда көңілсіз мереке болып есептелетін. Өйткені менде неге ондай ештеңе жоқ, жан жақтан ондай ыстық лебіз сезбейтін едім. Қазір олай емес, өйткені уақыт өзгерді, әртүрлі experience болады, өмірде неше түрлі, содан сабақ аласың, өсесің, өнесің дегендей. Қазір ойласам, әрбір күнім, әрбір сатым бір жылулыққа, үмітке толы болса, саған ештеңе де қажет емес, басқа ештеңе керек емес. Жалпы әркез қасымдағы жақын адамдарды бар болсам, аямай қуантқанды жақсы көремін да. 8 наурыз мерекеде мамама үлкен бір гүл шоғын букет алып келіп, мама мәз болып суретке түскен әдемі. Сол күйі әлі есімде. Әрбір кішкене сәттер, особенно әйел азаматы үшін өте маңызды. Кейбір адамдар ойлауы мүмкін, үлкен адамдар ондай қызықпайды, негізінде бұлай емес. Любой ыстық лебіз оларға өте маңызды. Олар сол үшін жаралған жандар. Сондықтан да құрметті ерлер ұжымы, бірінші очередь girlfriends'тен бөлек. Girlfriends олармен всегда сізде дейт болады, яғни свидание болады. Оларға күнде подарка жасайтын болуыңыз мүмкін. Бірақ аналарыңызды, үлкен әжелеріңізді қуантуды ұмытпасаңыздар. Қымбатты әйел қауымы, сіздерге зор денсаулық, осылай қайсар күйіңізбен әлемді тербете беріңіз.